Ассаламу алейкум қыздар. Бүгінгі свитшот көйлегімізге керек құралдар. Алдымен осындай 2 метр трикотаж двухнитка қажет болады. Содан кейін манжетке, мойнына өңдеуге осындай кашкарсе қажет болады. Бұл жарты метр. Бұл өте созылмалы, жеңге күшті болып тұрады. Содан кейін жіп керек. Осымен матамызға түстес бор керек, және алдына түйме салатын болсаңыздар 3-4 штук осындай түйме қажет. Сантиметровая лента мен қайшымыз қажет болады. Содан кейін машинка қажет болады. Қыздар, енді матамызды терісінен осылай ұзындығынан жаямыз. Мынау біздің ұзындығы мінекей матамыздың. Мына жерде мысалы жақыннан көрсетейін сіздерге. Матамыздың тігісі бар ғой, бағыты бар. Мінекей матамыздың бағыты осылай тікесінен жатады. Бұлайынан емес, бұлайынан созылмайды. Енді мінекей 2-ге бүктеп алдық. Енді тағы да осылай 2-ге бірдей қылып бүктейміз. Сол кезде біздің матамыз 4 қабат болады. Мінекей мен матамды 4-ге бүктеп алдым. 4 қабатынан жатыр. Бұл жерде көйлегіміздің алды мен артын бірден пішіп алатын боламыз. Мына жағы, тұтас жағы, бүтін жағы өзімізге қарап тұрады. Осы жерінен, мінекей, өзімізге қарап тұрған тұтас жағынан мойынды сызатын боламыз. Ол үшін осыған қарай, мына жаққа қарай, солға қарай 8 сантиметрді белгілеп, төменге қарай 4 сантиметрді белгілейміз. Осы аралықты доғал етіп бітіп қосып аламыз. Доғал етіп қосып аламыз. Бұл біздің мойнымыздың шығатын жері. Енді осы мойын нүктесінен былайға қарай иығымызды сызамыз. Мен 27 сантиметрді белгілеймін. Осы жерде қыздар 30 сантиметрге дейін, 35 сантиметрге дейін алуға болады. Осы нүктеден төменге қарай 3 сантиметрді белгілейміз. Осы 3 сантиметрмен мына мойын точкасын қосып аламыз. Бұл біздің иығымыз. Иығымыз біздің тіке болмайды, кішкене төменге қарай түсіңкі болады. Сол үшін төменге қарай 3 сантиметрді түсіріп барып, жаңағы 27 сантиметрімді сызып алдым. Енді осы нүктеден төменге қарай біздің қолымыздың шығатын жерін сызамыз. 22 қылып сызамын мен. Осы жерде де 24-26 қылып алсаңыздар да болады. Мен 22-ні сызатын болам. Бұл стандарт өлшемге келеді бұл көйлегіміз. Яғни 42 мен 48 размерге дейін келетін көйлек. Мен міне 22-ні осылай сызып алдым. Осы маңнан 30 сантиметрді белгілейміз. Бұл жаңағы айтқанымдай стандарт өлшем. 30 сантиметрді белгілеп осы маңнан. Осы аралықты, мына 2 аралықты сіздерге көрініп тұр ма? Осы 2 аралықты доғал етіп осылай сызып аламыз. Мінекей. Енді көйлегіміздің ұзындығын белгілейтін боламыз. Ол үшін иық точкасынан, осы мойын мен иықтың түйіскен жерінен тобыққа дейін өзіңізге керек ұзындықты аласыздар. Менің жағдайымда 135 сантиметр. Сол ұзындықты осылайынан белгілеп алатын боламын. 135 осы жерге келіп тұр. Қосымша 3 сантиметр тігіске беремін. Сол кезде менде 138 сантиметр болады. Енді көйлегіміздің етегін түзеу етіп осылайынан сызып аламыз. Менде міне етектің кеңдігі 48 сантиметр болып тұр. Осы ұзындық кеңдікті ала беремін. 45 қылып алсаңыздар да, 50 қылып алсаңыздар да жүруге ыңғайлы болады. Етегіміз кең болады. Міне осылай сызып алдым. Енді осы қолтықтағы точка мен етегіміздің нүктесін екеуін осылайынан алып,
просто түзеу етіп мінекей сызып аламыз. Етектің точкасымен осы жердегі міне точканы осылай үздік сызықтармен сызып белгілеп алсаңыздар. Енді осы сызған бордың ізімен қиып алатын боламыз. Мына бізде мына артылып қалған жағы, бұл біздің жеңімізге қажет болады қазір. Етектен бастап мен қиып аламын. Мен қиып алдым. Енді қыздар, мына жерде етегін, міне мұқият қарап жүріңіздер, мына жерде етегі осылай үшбұрышты болып, осы жері салбырап тұрмас үшін осы жерден 2 сантиметрдей где-то кішкене жоғары қарай көтеріп, осы жерде осылай қарай қосып жібереміз. Мына жерде осылай етекпен қосып жібереміз. Сол кезде біздің етегіміздің бұрышы салбырамай өте әдемі тұратын болады. Қыздар, біздің көйлегімізді міне қиып алдық. Көрінісі осындай болады. Бұл жерде міне алды мен арты жатқандықтан біреуін осылай аламыз. Мынау алдыңғы бой. Алдыңғы бойдың мойын ойындысы кішкене ойынқырау болады. Соны қазір мына жерден төменге қарай алтына белгілеп 6 сантиметр түсіремізді. Алдыңғы бойдың мойын ойындысын осылай доғал етіп сызып аламыз. Айырмашылық тек мойын ойындысында алдыңғы мойын ойындысы сәл ғана ойыңқы болады. Осы жерде бірден мойын ойындысын қазір қиып аламыз. Қыздар, мынау біздің алдыңғы бойымыз ғой. Осыны енді алдына бізде планка болады, ілгек салатын болсақ. Егер ілгек салмайтын болсаңыздар, бұл жерге тиіспейсіздер. Болды, осылай қалдырасыздар. Ал егер де ілгек салам, алды ашылатын болсын десеңіздер, осы жерден орын дайындаймыз ілгекке. Төменге қарай 25-20 сантиметр қалдырсаңыздар болады. Мен 25-ті белгілеп, осы аралықты қиып аламын. Алды ашылатын болады менде. Егер де алдын ашпаймын, ілгек салмаймын десеңіз, бұл жерге тиіспейсіздер. Мінекей. Алдымыз сол кезде міне ілгек салатын болсаңыз осындай болады. Қалған матамызды осылай жаямыз, қыздар. Енді жеңді пішетін боламыз. Ұзындығын 38 қылып аламыз. Ұзындығын 38. Осы жерден белгілеп аламыз. Содан кейін мынау біздің жеңімізге жалғанатын жағы. Кімде 21 қылып алса, 22, 24 қылып алғандар, 24 қылып, осы жерді ровно солай етіп аламыз. Мен 22 қылып алдым. Сондықтан мына жерде 22 қылып қалдырамын. Осы жерден, ал мынау біздің білегіміз тұратын жер. Мінекей. Ол жерді өлшейміз бірінші. Осылай киімнің ішінен, мен киімнің сыртынан өлшеп тұрмын. Сіздер киімнің ішінен осылай өлшейсіздер. 18, 19, мына бостау қылсаңыздар да болады. Соны мына жаққа белгілейміз. 18-дің жартысы 9. Мына жерде 2 бүктеулі тұр ғой. Сондықтан мен 9-ды осылай белгілеп аламын. Егер де қыздар мына жерін, мынандай жеріңіз фонарик болған қаласаңыздар, онда бұл жерді үлкен етіп алсаңыздар болады, осылай тікесінен.
мынаны сборкаға жинаған кезде қазір мына жеңіміздің мына жағы, бізде төменгі жағы фонарик болып әдемі болып тұратын болады. Қыздар, енді осы екі нүктені мына жермен екеуін просто осылай түзеу етіп қосып аламыз. Мінекей. Қосып аламыз. Менде мына жерінде манжетке салатын сборкам аздау болады. Егерде фонарик болған қаласаңыз, осылай тікесінен сызуға болады. Жеңімізді қиып аламыз. Мынау бірінші жеңіміз біздің. Осыны енді екіншісін қазір қиятын боламыз. Соны да көрсетемін. Енді тура осы жеңімізді мына жағына бастырып түсіріп аламыз. Осы жағынан осылай қойып, екіншісін бастырып аламыз. Қыздар, мынау біздің көйлегіміз, оны сіздерге көрсетіп жіберейін. Мына жерде менің жеңім міне екі бүктеліп жатыр. Осы жерге міне жалғанып, қазір біздің тігілетін болады жеңі. Мынау біздің жеңімізге арналған кашкарсе матасы, өте созылмалы. Міне осылай екі бүктеліп тұр. Мына жағында міне тұтас жағы. Осыны осылайынан аламыз. Содан кейін біздің мына білегіміздің өлшемі қажет болады. Менің жағдайымда 18 болып тұр. Осы 18-ді мына жаққа түсіретін боламын. Сіздерде ол әркімде әртүрлі мүмкін. 20 болуы мүмкін, 22 болуы мүмкін. Сол өлшемді мына жақтан былай манжетімізді екіге бүктеп аламыз бірінші. Сол кезде міне 4 қабат болып тұрады. Бірден 2 манжетті пішетін боламыз. 18-ді екіге бөлген кезде 9 болады. Сол 9-ды мен мына жерге түсіремін. Үлкендеу болып тұр қазір. Мінекей 9, кішкене асып тұр. 9. Осыны төменге қарай 16, яғни манжетіміздің ені екіге бүктеген кезде ол 8 болады бізде. Осыны осылай сызып аламыз. Мінекей қыздар, мен қиып алдым. Мынау бізге керек емес әзірге. Енді ашамыз. Осы жерін екіге бүктейміз, қиямыз. Бүктелген жерін ортасын қиып аламыз. Сол кезде бізде бірден 2 манжетіміз, мінекей, манжетіміз дайын болды. Осындай болады. Қыздар, мойнымызға кашкарседен қиятын боламыз. Ол үшін матамды мінекей екіге бүктеп алдым. Мына жағы міне біріккен тұтас жағы. Енін 8 қылып, енін 8, ал ұзындығын 22 қылып мінекей сызып аламын. Егер сіздер мынау кашкарсе матасы өте созылмалы болғандықтан, ал сіздер өз матасынан егер мойнын қиятын болсаңыздар, ол кезде 22 емес, ол кезде 3-4 сантиметр үлкендеу қылып, 25-26 қылып аласыздар. Себебі ол өз матасы қатты созылмауы мүмкін. Енді қиып аламыз. Мінекей, қазір мынаны екіге бүктеген кезде біздің мойнымыздағы жағамыз болады осындай. Осындай остаток матамыздан
планка дайындайтын боламын. Осылай екіге бүктеп аламын. Ұзындығы 30 болуы керек. Ұзындығын 30, енін 8 см қалып алам. Екіге бүктен кезде, сол кезде 4 см болады. Так, осылай. Отыз мінекей. Енін 8 см қылып аламын. Енді осыны қиып аламыз. Мінекей бізде 2 штук алдымыздағы ілгек тұратын жеріміз екіге бүктеген кезде осылай болады. Планкамыз осындай болады. Қыздар, мынау дублирин деп аталады. Мына жағы ақ мынандай точка. Бұл клей жағы, клейленеді. Яғни матаға осы жағын қойып, мына жағынан үтіктесек, матаға жабысып, қатты формасын ұстайтындай қатты болып шығады. Яғни матамыз созылмайды. Осыны аламыз да, осы планкамыздың артына бірдей етіп 2 штук қиып аламыз. Біздің қазір ілгек салған кезде мына планкамыз әдемі болып тұру үшін мінекей осылай қойып 2 штугын қиып аламыз. Қыздар, енді міне планкамыздың осылай теріс бетін қойып, мына дублириннің клей жағын осылай теріс жағына қарай қойып үтіктейміз. Үтіктеген кезде бұл мата жабысып қалады. Яғни клейі бар мата. Мінекей қыздар, планкамның екеуіне де мен осылай жабыстырып алдым. Сіздер де осылай, тура осылай жабыстырып алыңыздар. Мінекей біздің планкамыздың түрі осылай болады дайын күйінде. Осы жерін екіге бүктеп, осылай үтіктеп аламыз. Екеуінде. Қыздар, енді машинкаға отырып көйлегімізді тігуді бастаймыз.